Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге осылай пакетте малинаны сақтаудың жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен малинамызды арнайы бір ыдысқа барлығын салып аламыз және үстіне су құямыз. Үстіне су құйғаннан кейін жарты шай қасық ас содасын салып барлығын жуып шығамыз. Егер сіздер ас содасын қосқыларыңыз келмесе, ол кезде судың өзімен де жуа берсеңіздер болады. Енді жуу барысында біз жемістерімізді қолымыздың салмағын салмай, тек астынан үстіне аудара отырып, барлығын жуып шығатын боламыз. Екі қайтара жуып алыңыздар. Жемістеріміздің шаңы, ішіндегі қоқымдары, жапырақтары түсу үшін осылай екі қайтара жуып аламыз. Ішіндегі барлық суын төгеміз. Міне жуған жемістеріміздің барлығын бір ыдысқа саламыз. Және қыздар, егер сіздердің жемістеріңіз 4 кг болса, 4 кг қант қосасыздар, 2 кг болса, 2 кг қант қосасыздар. Яғни бірге бір қосасыздар. Осылай бірге бір қосқан кезде сіздердің малиналарыңыздың дәмі тәтті болып шығатын болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздер тәтті болғанын қаламасаңыздар, ол кезде 4 кг малинаға 2 кг қант қоссаңыздар жеткілікті. Сол кезде сіздердің малинаңыздың дәмі қанттатып тұрмайды. Қысты күні шаймен ішкенге өте жақсы және пайдасы да зор. Қысты күні салқын тигенде осы малинамен шай ішсеңіз, сіздің еміңіздің шипасы болатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай малинамызды араластырғаннан кейін бетін жауып, қантымыз ереймін дегенше қойып қоямыз. Яғни кешке таман жасайтын болсаңыздар, таңертеңгі уақытқа дейін ұстасаңыздар болады. Арасында қайта малинамызды, қантымызды араластырып тұрамыз. 3-4 қайтара араластырыңыздар. Күнді жасайтын болсаңыздар, 5-8 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Яғни бұл жерде біздің ішіндегі қантымыз еруі керек. Сонымен қатар қыздар, егер үйде блендер болатын болса, немесе ет тартқыш болатын болса, онымен өткізіп керек емес. Осылай видеода көргендеріңіздей түйір-түйірімен болып тұрғанның өзі өте дәмді болып шығатын болады. Одан кейін қыздар осылай арнайы пакетке саламыз, болмаса баклажкаға құямыз, осындай контейнерлерге салып аламыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, сол бойынша жасап көрсеңіздер болады. Осылай пакетке сақталу әдісі бұл мұздатқышыңызда орынды алмайды. Сол үшін осылай жасап көріп жатырмын. Және пайдаланған кезде де тек осы бір пакетті ғана алып, қысты күні пайдалана беретін боласыздар. Өзіңізге қалай ыңғайлы, сол бойынша жасап көріңіздер. Ас болсын.